Ассалаумағалейкум қазақ елі, қалдарыңыз қалай? Қазір бір гүл сататын орындарға хабарласып көрейік. Қазақша сөйлеп, қандай нәтиже болады, көресіздер. Алло, здравствуйте. Сәлеметсіз бе, қалдарыңыз қалай? Да, здравствуйте. Чем можем вам помочь? Қызғалдақ гүлдері бар ма сіздерде? Гүл шоғы керек еді. Так, вам цветочки нужны? Можете нам на WhatsApp на этот номер написать? Қызғалдақ деген жоқ па сізде? Извините, пожалуйста, я только в русском понимаю. Қазір онда WhatsApp-қа қойып беремін, жақсы. Осылай, ағайын, орысша ғана түсінемін дейді. Гүлдің аттары көп емес негізі. Қызғалдақ, түймедақ, қалампыр, раушан деген роза ғой. Солай, соның бәрін жатты болу керек қой. Гүл сататындарға. Қазір тағы да звондаймыз. Келесі, Цветков деген. Ондай қиын емес қой негізі. Бар жоқ 4-5 гүл. Солардың атауын жаттап алса, көбінесе өтетін. Раушан, қызғалдақ, лала гүл, түймедақ, қалампыр. Қоңырау бармай жатыр. Не кетті? Салам, Цветов. Сәлеметсіз бе? Здравствуйте. Қалдарыңыз қалай? Сіздерде қызғалдақ гүл шоғы бар ма? Мы не понимаем, говорите на русском? Мен орысша білмеймін, қызғалдақ деген гүл бар ма сіздерде? Нет. Жоқ па? Әне. Көрдіңіздер ба мына Цветков деген дүкен. Мы не понимаем на казахском, говорите на русском деп айтып жатыр. Енді содан кейін өздеріңіз қараңыздар. Қазақстанда тұрамыз ба, мемлекеттік тіл қазақ тілі ме, ары қарай тағы келесіге звондаймыз. Тоқтай тұрыңыздар. Royal Flowers дегенге хабарласамыз қазір. Алло, Royal Flowers, слушаю вас. Ассалаумалейкум. Уағалейкум ассалам. Қалдарың қалай? Жақсы, өзіңіз. Құдай деп. Сіздерде лала гүл бар ма? Қалай? Лала гүл бар ма? К сожалению, лала гүл жоқ. Қызғалдақ? Қызғалдақ. Тюльпан ғой ол. Иә. Тюльпан жоқ. Ол да жоқ па? Мәссаған. Қай уақытқа? Қалампыр бар ма? Бүгін кешке дейін. Бүгін жоқ ағай, болмайды, к сожалению. Мартқа да ойласам. Қалампыр бар ма? Жоқ, қалампыр да болмайды тұр ағай. Роза тек, гипсофилы бар. Раушан гүл десеш? Раушан гүл. Жарайды. Рахмет. Жақсы. Рахмет, сау бол. Міне, Royal Flowers деген. Плюсте қойын, 2 плюсіне. Қазақша жауап беріп отыр. Тағы да 2 бар, соларға хабарласамыз. Green Life дегенге хабарласып отырмын. Көрейік не дейді екен. Белгілеп отырмын. Добрый день, Green Life. Сәлеметсіздер ме? Қалдарыңыз қалай? Здравствуйте. Сіздерде лала гүл бар ма? Что есть?
Лалагүл. Нет, нету. Қызғалдақ бар ма, Гүлшоғы? Алу керек еді туған күнге. Я не понимаю название. Қызғалдақ. Атығымет как это тюль. Тюльпаны есть. Қызғалдақ, иә. Сол бар, иә. Қалампыр. Что еще раз? Қалампыр деген. Там қосу керек та, немне, қызғалдақ пен қалампырды қосу керек. Сонда әдемі болады да, қалампыр деген гүлмен. Чеге гвоздь или как там. Қалампыр. Не поняла я название. Ой, канақсан. Бар ма біреу түсінетін там, қазақша, білмеймін ашкім. Может быть, в WhatsApp вы фото скинете? Жарайды қазір. Я вам сейчас напишу, фото скинете мне, я вам покажу, какие есть цветы. Жақсы, рахмет, аха. Ага. Міне, ағайын. Осылай қазақша гүл алайын десең ала алмайсың. Гүл сататын дүкен Фрезия. Көрейік. Солнце Фрезия. Сәлеметсіз бе? Алло. Говорите, я вас слышу. Сіздерде қызғалдақ гүлі бар ма? Я по-русски только понимаю. Ау. Только русский язык понимаю. Қазақша гүл сата алмаймын ғой, е? Лала гүл жоқ, е? Нет, я совсем, поэтому я не понимаю. Рахмет. Фрезия. Қазақша сөйлеп барсаң гүл ала алмайсың. Тапсырыс берілмесін үйде отырып. Королевство цветов дейді. Соған хабарлас көрейік. Мүмкін олар гүлдердің атауларын танитын шығар қазақша. Сіздің байланысыңыз желіде. Өтінеміз, байланыстан ажырамаңыз. Ваш звонок находится в режиме ожидания. Пожалуйста. Алло. Сәлеметсіздер. Здравствуйте. Қалдарыңыз қалай? Потихонечку. Спрашивайте, что хотели. Қызғалдақ гүлі бар ма сіздерде? Цветочки хотели? Қызғалдақ гүлі керек маған, Гүлшоға. Ой, нет, не поняла вас немножко. Ой, қазақша оқпайсыздар, я. Лала гүл бар ма? Нет, по-казахски не разговариваю. Жарайды, рахмет. Да, кореянка. Жақсы, рахмет. Кореянка дейді. Сонда біздің Қазақстанда тұрып, біздің нанымызды жеп, ауамыз демалып, қазақша гүлді қазақтарға сатып, пайдасын көріп, бірақ та сол 5-6 гүлдің атауын қазақша жаттап алуға болады ғой, ағайын. Сіздер, біз гүл дүкеніне келгенде гүлдердің атауын қазақша айтсақ, сонда олар үйренеді. Сондықтан қазір қоңырау шала берсем, осындай бола береді. Көбі түсінбейді. Сондықтан өзгеріс өзімізден басталады. Біз өзгеруіміз керек сол үшін, қазақтар.